Қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен дәмді және тез дайындалатын таңқурай пирогын пісіретін боламыз. Ол үшін ыдысқа 350 грамм ұн, 100 грамм шекер, 1 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық ванилин, бөлме температурасында еріп тұрған 200 грамм сары май немесе маргарин, 1 жұмыртқаның сары уызын, және 30-50 граммдай су құйып араластырамыз. Барлығын жақсылап қозғап, қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз июін қандыру үшін 10-15 минуттай бетіне клеенка жауып қойып қоямыз. Енді начинка дайындау үшін бөлек ыдысқа 3 жұмыртқа және 100 грамм шекер қосып араластырамыз. Осының үстіне 2 ас қасық жүгері крахмалын, және 400 грамм қаймақ қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Формаға немесе тәпеншеге қамырымызды жайып, шетін көтеріп, бетіне 500 грамм құлпынай немесе таңқурай саламыз. Оның бетіне начинкамызды құямыз. Тәпеншеге құяр алдында клеенканы алып тастаймыз. Пирогты 180 градустағы духовкада 40 минут пісіреміз. Суыған соң тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Пирогымыз дәмді және жұмсақ болып пісті. Егер сіздерге рецепт ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта дәмді рецепттермен бөлісетін боламыз.